Украинаны коркутмак истеп техноген фелакетке yol açtılar. Каховка гидроэлектрик станциясыны рус ижғаджы диверсантлары патлатты. Украина истихбарат хызметі керекли патлайыжы миғдары ақында лаф еткен эки ижғаджының сес көрішмесіні делил оларақ тақзим етті. Это не их, это наши сделали. Да что, наши? Говорили, что это хохлы долбанули. Там не долбанули, там это наша диверсионная группа. Они хотели типа этой дамбой пугать. Пошло не по плану, но больше, чем они планировали. Ну, естественно, накроет как Чернобыль, да? Ну. Юзберген Одиссенің нәтижелері бойық олғанынан соңра тезден Украинаны қабатламаға башладылар. Бұндан да ғайры Халқара Бірлешкен Миллетлер Тешкілятының махкемесінде Украинаның шикеті бақылғанда террор девлеті еті ачықланған сучламаларны реддетіп, Украинаға олмайжа қабатлаулар сеслендірмеге башлады. Халқара Тешкілятлары се Русияның терроры огынде шашып қалды. Ама Украина оларды мұтлақа уяндырajak деп қайдетті тышышлері назиры. Кулеба Бірлешкен Миллетлер ве Қырмызы Қач тешкілятларының ишбірлік мәселесінде серт жевап берді. Оның айтқанына көре бинглерже инсан Русия тарафындан керчеклештірілген техноген фелакеттен зарар көргені вақыт халқара тешкілятлар өзінің муреккеп қайделері ве нейтраль олма принциплерінің есірі олды. Не бойтесь, я страхую. Каховка гидроэлектрик станциясында Русияның теракты нәтижесінде yüzlerce insan içecek сувсыз қалды. Уақытта Украина президенті Володимир Зеленский білдірді. Су алтында әледа 32 кой ве қасабада 3,5 bin ev қалмаға девам ете. Ама Херсон вилиет мемориятының рейсі білдіргеніне көре вазиет яваш ейлеше. Сахиялы тарафында сув 20 сантиметрге тұшты. Ама кенеде 5 метрден yüksek олмаға девам ете. Рус ижғаджылері Қырымның шимали тарафында тахлие планлаштыра. Милли қаршылық мерkezінде білдіргенлеріне көре инсанлардан ғайры медени дегерліклерінде чықармаға ниетленейлер. Сөзде тахлие үшін жедвеллеріні ерлі ижғаджы мемориетлері тізе. Қырым партизанлары берген білгелерге көре Эрмени базарда азырлықлар енді башлады. Иханетчілер ве оларының қоранталарыны бірінші сыраларда тахлие етейджеклер. Айны заманда тейджизат ве весиқаларында чықарajaqlar. Бұнен берабер ижғаджылер maddi medeni degерлеклерінің жедвелінде талап ете, bu малларны олар Русияге қырсызламаға істей. Рус ижғаджылері медени дегерліклеріні қырсызламақ істеді, ама мында муафақиятсыз олдылар. Фелеменкнің yüksek махкемесі өзінің қарарыны таздықлап, скиф алтынының Украинаға қайтарылмасы ақта қарар берді. Махкеме ішлері 9 ел девам етті. Артефактлар Фелеменк музейінде Русия Қырымны ижғал еткені вақыт сергеленген еді. Украина девлеті оларны қайтармаға талап еткен еді, ама Русия айнежілік етіп, скиф алтынның Қырым музейіне қайтарылмасы керек олғанын айтты. Украина тышышлері назирының бірінші муавины еміне Джепар ендіден Аларт Пирсон музейінен алтынларының Украинаға йолланылмасы ile бағлы музакерелер башлайжағын айтты. Хатырлатамыз ки сөз Украина музей фондының 565 дегерлі алеті ақты кете. Хусусан бұл 10 миллион евроны тешкил еткен археологик артефактлардыр. Сонки тешкерувлер веда 6 ilk yardım arabası JB civarlarına kete. Uçu Херсон vilayetine kalanları ise şarkı tarafka. Kırım Milli Yadigarlık Fondu leyhasının iştirakçıları bildirgenine göre arabalarının içinde yaralanganlarını tahliye etmek için gerekli olan her şey mevcuttur. Машини не нові, але, як ви бачите, все в дуже такому доброму, хорошому стані. Машина 100% зможе піде на користь нашим хлопцям для того, щоб працювати в самих важких умовах і евакуювати поранених цивільних людей з місць лінії дотику. Галибей üçün бойлы 100 araba bayraktardan başladı. Malum olğanı gibi Polonya vatandaşları Ukraina üçün Türkiye'nin insansız hava aracını satın almak için para toplav kampanyasını başlatkan edi. O vakit birkaç gün içerisinde $5 milyon topladılar. Компанія «Байкар» вирішила придбати
передати це безкоштовно, з умовою, що ці кошти будуть саме спрямовані на такі благодійні соціальні проекти, які будуть працювати на перемогу України. Так і з'явився цей проєкт, і саме 100 машин для перемоги, також і інший проєкт 500 наборів для вимушено переміщених осіб. Халк байрактары парасына сатын алынған 100-ден зияде араба енді Галибей Чунчалы Шави. Бұл sadece ilk yardım arabaları değil деп аңғатас Наверсит Халил. Передаємо, тобто працюємо зі всіма підрозділами, робимо фокус саме на підрозділах, там, де працюють наші хлопці з Криму, на зв'язку зі всіма абсолютно нашими підрозділами, батальйонами. Всі машини будуть працювати на перемогу для евакуації поранених. Є і інші типи машин, тобто сьогодні це швидкі, але в рамках проєкту будуть також і джипи, мікроавтобуси, пікапи. Тәхлия арабаларından biri Украина десант уҗум табурына ярдәм итә. Араба хезмәт өчен яхшы вазиятта бирелде, ягъни техники бакымы yapıldı ve insan hayatını kurtarmaga hazır. Askerler çok kullanmak mecburiyetinde kalmayacaklarına umut ettiler. Передали нам цю медичку, яка буде виконувати своє пряме завдання. Передаємо на другий батальйон, да? Так, передаємо в 2-й батальйон 46-ї десантно-штурмової бригади. Клас, машинка вогонь. Машина повністю як нова. Bu kabi ilk yardım arabaları cebede pek mühimdir. Çünkü her bir dakika yaralangan asker için bir ömür demektir.